Баршаңызға сәлем. Бүгінгі сабақтың тақырыбы төрт түліктің пірі. Төрт түліктің пірі. Қойдың пірі Шопан ата, жылқының пірі Қамбар ата, сиырдың пірі Зеңгі баба, түйенің пірі Ойсыл қара. Қазақта ер қанаты ат, жылқы төрт түлік малдың төресі. Аттың сырын мінген біледі, жолдың сырын жүрген біледі. Аттың сынын ат бегі біледі, құстың сынын құс бегі біледі. Аттың шабандаса бабына қара, досың жамандаса ағына қара деген мақал-мәтелдердің арасында ат тақырыбы туралы 1500-ден астам мақал-мәтел айтылады екен. Осыған қарағанда қазақ халқы атқа, ат шаруашылығына еш уақытта ен-жар қарамаған, нағыз атқұмар ат бегі халық екенін түсінуге болады. Ерекше жылқыға жақын, жылқының қыры мен сырын жете меңгерген ұлы халық екендігін тіпті де дәлелдей түсуге болады. Мал өсірсең қой өсір. Қой түлігімен шопанның пірі Шопан ата екені белгілі. Шопан ата халық жадында шопандық кәсіптің пірі ретінде аңыз тұлға болып сақталған адам. Шопан ата туралы аңыз әңгімелер ел ішінде көп таралған. Ол қой түлігінің қасиеттерін дәріптеген және сол кәсіптің иесі пірден қолдау, желеп-желбеу тілеп, мұсылмандық дәстүрмен рухани жалғастыққа ұмтылған. Батыс Қазақстан өлкесінде 12-20 ғасырларда салынған Шопан ата қорымы бар. Халық ұғымында жылқы желден, сиыр судан, түйе шөлден, ешкі тастан, қой оттан жаралған. Қой жылы дүниеге келген адамның мінезінде де қой мінезімен үндестік болады. Қойға байланысты ырымдар мен наным-сенімдердің ішінде оңтүстік елді мекендерде кездесетін ерекшеліктерді де айта отырғанымыз артық болмас. Мәселен, қойдың жағын қора есігінің жағына іліп қою деген ырым малдың жағы кетпесін, мал жағы көбейсін дегенді білдіреді. Қора есігіне қойдың кәрі жілігін ілу ырымы да бар. Мұның да мәнісі мал басы көбейсін дегеннен пайда болған. Ойсыл қара, түйе малының пірі. Ислам тарихында пайғамбарға деген сүйіспеншілігімен белгілі болып, әулие ретінде құрметтелген Уәйіс әл-Қаранидың атымен байланысты ұғым. Тарихи тұлға Уәйіс әл-Қарани Шам шаһарына қарасты Қаран ауылында 7 ғасырда өмір сүрген. Ол әулиелік кереметімен Мұхаммед пайғамбардың дүниеге келетінін алдын ала сезген. Ол Қаран елінің түйесін бағып, өзінің кәсіпке адалдығымен, тақуалығымен, қанағатшылдығымен көпке үлгі болған. Шешесінің рұқсатын алып, пайғамбарды көруге Мединеге келген. Уәйіс Қаранидың әулиелігін, ыстық ілтипатын, ерекше рухани байланыс арқылы сезінген Мұхаммед пайғамбар оған деген кереметінің белгісі және оған рухани дәрежесінің айғағы ретінде сахабалары арқылы өз шапанын сыйлайды. Науқас шешесіне қарайлаған Уәйіс Қарани пайғамбардың көз тірісінде жүздесе алмайды. Сондықтан ол табигиндердің ұлығы болып саналады. Түркі ислам дүниесінде, дәстүрлі қазақ қоғамда да төрт түлік малмен байланысты әрбір кәсіптің киелілігін, абыройлылығын әйгілеп, ол кәсіптің әрқайсысының бастауында рухани ұстаз, қасиетті пір тұрғандығына сенген. Сондықтан ол кәсіпке адалдықты насихаттап, сол кәсіптің иесі пірден қолдау, желеп-жебеу тілеген. Зеңгі баба қазақ халқының мифологиялық сеніміндегі төрт түлік малдың бірі, сиырдың бірі. Халық нанымында малдың әр түлігінің өз тәңірісі, иесі болады деп есептелген. Соның ішінде сиыр малының тәңірісі, қамқоршысы Зеңгі баба деп түсінген. Зеңгі баба дәулет пен билік таратушы кереметке ие, ғажайып ұлы әулие. Оның қасиетті рухына сыйынушылар түркі жұртының түкпір-түкпірінен үзілмейді. Дүниеге іңгәлап келгенде ата-анасының Зеңгі бабаға азан шақырып қойған аты Айғожа екен. Талайға аңыз болған бұл кісінің түсі тумысынан қап-қара болған соң халық оны Зеңгі ата деп атап кетіпті. Оның төрт атасын білмеген жан тәкбірге күмәндар болады, яғни ол адам тәкбір айтуды дұрыс білмейді деп есептеледі. Зеңгінің әкесі Тас қожа, атасы Мәлек қожа, бабасы Мансұр қожа, яғни Мансұр ата. Арғы бабасы Арыстан баб. Зеңгі ата бақташы болып, елдің падасын жиып, баққан көрінеді. Оның өз меншігінде де қара малы аз болмапты.
Баба сиырдың тұқымын молайтып, топ-тобымен жайып, асылдандырып көбейткен екен. Ол кезде бір сыңаржақ, қыңырлау кісі: сиырды ылғи зеңгі жая бере ме? Біз де бағайық елден, бізде нәпақа тауып пайдаланайық. Неге өзгеге бермейсіңдер деп ел ақсақалдарына шағым жасапты. Ақсақалдар алқасының кеңесінде зеңгі баба әлгі қыңырға: "Бұл сен бақ" деп паданы өткізіпті. Ол адам сиырды жайғаннан кейін бір апта өтпей-ақ оқылақ пайда болыпты. Содан қара малға оқылақ тиіп, быт-шыт қашып, падаға қыңыр кісі ие болмай қалыпты. Ісінен түк көнбесін сезген ол: "Қой, болмас, мұның киесі бар екен. Баға алмаймын" деп зеңгінің өзіне қайтарып берген көрінеді. Арыстанбаптың 4-ші ұрпағы зеңгі ежелгі Шаш қазіргі Ташкент қаласына таяу жерде орын теуіп, сол араны тұрақ жай етіпті. Ол таңертеңгі уақытта шығып, паданы айдап, алдын қайырмай еркінше жіберіп, ош-ош деп сонау қырғыздың жерінен бір-ақ қайырып әкеледі екен. Ош қаласының атауы содан пайда болса керек деп аңыздайды ел. Тәшкенге жақын орналасқан Қауыншы деген жерде зеңгі бабаның ғажайып соғылған ғимараты тұр. Әулиеге тәу етушілер осы жерде өмірлік қосағы Әнуар анаға да құран бағыштайды. 18 ғасырда өмір сүрген Мұхаммед Садық Руждидің деректерінде Әнуар ана Моғолдың Қара Бура ханының қызы. Бұл туралы Қожа Ахмет әулиенің шәкірті Сүлеймен Бақырғанидан қалған деректерде және тұрғын Файзуллаев пен Ориф Усмановтардың зеңгі баба жайлы мақалаларында кеңірек айтылады. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.